Естірме құрметті 9-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарих бойынша, бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп, жеңге лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім Қазақстан Республикасының дамуы 1997 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл бізде 4-ші тоқсанның ең алғашқы БЖБ-сы болып келеді. Жалпы осы БЖБ-ны біз қазір орындайтын боламыз. Енді ең алғашқы тапсырмаға көшейік. Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдармен байланыстарына мысалдар келтіріп талдау жасаңыз деп берілген. Аймақтық ұйымдар бұл бізде біріншісі 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылып, Қазақстан мүшелікке қабылданды. Кеңестік социалистік республикалық одақ құрамындағы 11 мемлекет құрамына кірді деп жазасыздар. Дәл осылай жазып аласыздар. Келесі екіншісі. Жалпы сіздер екіншісінде былай жазып кететін боласыздар. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуразиялық экономикалық одақ өз жұмысын бастады. Құрамына Ресей, Беларусь, Қырғыз және Қазақстан енді деп жазып аласыздар. Келесі халықаралық ұйымдар. Бұл жерге біздер былай жазып кетеміз. 1992 жылы 2 наурыз күні Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтып, мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамыту үшін құрылған ұйым. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына жарғысында көрсетілген барлық міндеттемелерді орындайтындығын жариялады деп жазасыздар. Екіншісі, 1992 жылдың 30 қаңтарында Қазақстан Республикасының мүшесі болып қабылданды. Қазақстанмен ынтымақтастық барысында үлкен жетістіктерге қол жеткізді. 2010 жылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті деп жазасыздар. Жалпы осы бірінші тапсырма осы тапсырмалардан тұрады. Осылардың барлығын толықтай жазып алсаңыздар болады. Ал біз келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада бізге былай берілген екен: дерек негізінде тапсырманы орындаңыз деп бізге берілген екен. Біріншісі бір тектілік пен бірлік, 85 қадам, мәңгілік ел патриоттық акция жобасын әзірлеу деген 86 қадам. Жалпы осылай қадам бойынша берілген үзіндінің қандай құжаттан алынғандығын анықтаңыз деп берілген. Бұл әрине бізде 100 нақты қадамнан алынған. Жалпы осы үзінді бұл бізде осы жерден байқалады. 85, 86, 87 деген жерлерден де байқалады. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспары Қазақстан халқын жарқын болашаққа бастайтын жолдауы деп жазасыздар. Бұл бізде жалпы екінші тапсырманың бірінші жауабы. Келесі, бұл құжаттың қабылдануының себебін анықтаңыз деген. Қабылдануының себебін ұлт жоспары болып табылатын 5 институттық реформаны жүзеге асыру, мәңгілік ел мұратына жету. Құжаттың мазмұнына қысқаша сипаттама жазыңыз. Ұлт жоспары болып табылатын 5 институттық реформаны жүзеге асырудың 100 нақты қадамы көрсетілген. Оның ішінде жаңа әлеуметтік саясаттың 5 бағытын анықтап береді. Біріншісі атаулы әлеуметтік көмек, екіншісі ең төменгі өмір сүру деңгейінің көлемі, үшіншісі еңбек етуге қабілеттілерді қайта даярлықтан өткізу, төртіншісі білім беру мен
денсаулық сақтауды жаңғырту. Бесіншісі, 2017 жылдан баршаға арналған тегін кәсіптік техникалық білім атты жаңа жоба бастау алады деп жазасыздар. Осымен біз осы екінші тапсырманы толықтай жазып кеткен болатынбыз. Осылардың барлығын сіздер жазып кетсеңіздер болады. Келесі бұл бізде үшінші тапсырма. Қазақстандағы ұзақ мерзімді стратегиялардың маңыздылығын дәлелдеңіз деп берілген. Кез келген мемлекет өз дамуын ұзақ мерзімді жоспарлар арқылы алдын ала жоспарлайды. Ел президенті Нұрсұлтан Әбішев Назарбаев 1997 жылы Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл ауқатының артуы даму стратегиясын жариялады. Ол маңызды екі кезеңнен тұрады деп сіздер жазып аласыздар. Келесі бұл бізде мемлекеттік маңызды 7 саласын жоспарға тоғыстыру. Президент көрсеткен бұл перспективаларға қол жеткізу үшін мынадай ұзақ мерзімді 7 басымдықты іске асыру қажет. Олар ұлттық қауіпсіздік, ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы, шетел инвестициялары мен ішкі жинақталымдардың деңгейі, жоғары анық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу, Қазақстан азаматтарының денсаулығы мен білімі мен әл ауқаты, энергетика ресурстары, инфрақұрылым, көлік және байланыс және кәсіби мемлекет деп жазасыздар. Бұл мемлекеттің маңызды 7 саласының бірі. Келесі, 2012 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішев Назарбаев Қазақстан 2030 стратегиясының негізгі нәтижелерін қорытындылап, елді дамытудың жаңа Қазақстан 2050 стратегиясын ұсынды. Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша біздің алдымызда әлемнің дамыған 30 елінің қатарына қосылу міндеті тұр. Ол үшін бізге кедергі болатын 21 ғасырдың жаһандық сын қатерлерін атап өтті. Осы сын қатерден аман өтудің нақты жолдары осы ұзақ мерзімді жоспарларда көрсетілді. Сондықтан мерзімді жоспарлар осынысымен маңызды болмақ деп жазып аласыздар. Бұл жалпы үшінші тапсырманың толықтай жауаптары. Осы бойынша өздеріңіз жалпы жазып кетсеңіздер болады. Енді дескриптор бойынша, дескрипторда бізде толық балл 10 балл берілген. Осы 10 балдың толық 10 балын жинап отырмыз. Енді осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және де лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда дәл осындай бош тапсырмаларға шығатын болады. Бүгінге осы, сау болыңыздар.